оқушылар, мен Имашева Мақпал Баймұратовна, информатика пәнінің мұғалімімін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы компьютерлік желілер. Қол жеткізетін оқу мақсатымыз желінің өткізу қабілетін анықтау. Сабақта біз сіздермен желінің өткізу қабілеті, мәліметтерді тасымалдау жылдамдығы және тасымалданған ақпараттың көлемін анықтайтын боламыз. Бүгінгі сабағымызда қолданылатын түйін сөздер: желінің өткізу қабілеті, пропускная способность сети, network bandwidth, мәліметтерді тасымалдау жылдамдығы, скорость передачи данных, data transfer speed. Желінің өнімділігі үлкен көлемді мәліметтерді аз ғана уақытта жеткізу мүмкіндігі. Желі өнімділігінің негізгі сипаттамалары: өткізу қабілеті, трафикті беру жылдамдығы, реакция уақыты, тасымалдау кідірісі немесе кідірістің түрлендірілуі жатады. Ал енді желінің өткізу қабілеті мәліметтерді тасымалдаудың максималды жылдамдығы. Ол 1 секундта тасымалданатын ақпарат санына тең. Жіберілетін ақпарат көлемі мына формула бойынша есептеледі. Мұндағы Q каналдың өткізу қабілеті, T тасымалдау уақыты. Ал енді мынандай мысал қарастырып көрейік. Көлемі 30 килобайт болатын файлды 2 минутта желі бойынша тасымалдау үшін желінің өткізу қабілеті қандай болу керек? Шешуі: желінің өткізу қабілеті 30 килобайтты битке айналдырамыз. Ол үшін 30-ды 8 битке көбейтеміз, тең 240 килобит шығады. Келесі уақыт бізде минутпен берілгендіктен, оны секундқа айналдырамыз. 2 минутты 60 секундқа көбейтеміз, тең 120 секунд шығады. Содан кейін желінің өткізу қабілетін есептейміз. Сіздерге мынандай тапсырма: желінің өткізу қабілеті 14400 бит секунд. 225 килобайт ақпаратты желіде қанша уақытта тасымалдауға болады? Осы есепті видеоны тоқтатып қойып шығарып көріңіздер. Жарайсыңдар балалар. Есептің шешуі: ең алдымен килобайтты битке айналдырамыз. Және уақытты табу үшін ақпарат көлемін оның өткізу қабілетіне бөлеміз. Мәліметтерді тасымалдау жылдамдығының өлшем бірлігі 1 секундтағы биттер санымен және еселік мәндерімен, сонымен қатар кейде 1 секундтағы байттар санымен анықталады. Олардың біріншісі speedtest.net, желі жылдамдығын өлшеудің ыңғайлы әрі салыстырмалы түріндегі ең жақсы сервисі. Екіншісі tuzip.ru, интернет қорлар және желінің жылдамдығын анықтауға мүмкіндік беретін сайт. Үшінші интернетометр, Яндекс, браузер және интернет байланысы туралы мәліметтерді көрсететін Яндекстің сервисі. Ал енді балалар, біз сіздермен speedtest.net интернет сервисін пайдаланып,
Компьютердегі желі жылдамдығын тексерейік. Ең алдымен браузерден speedtest.net сілтемесі арқылы сайтқа кіреміз. Тексеруді бастау немесе сайттың ағылшынша нұсқасы болатын болса, онда Go батырмасын басу қажет. Батырма басылғаннан кейін интернет жылдамдығы тексеріле бастайды. Тексеру үдерісі бірнеше секундтан минутқа дейін созылуы мүмкін. Интернет жылдамдығын тексеру барысында мынандай нәтижелер алынды. Алынған нәтижеден көріп тұрғандарыңыздай, қабылдау жылдамдығы 94,17 мегабит секунд, ал жіберу жылдамдығы 84,31 мегабит секундқа тең екен. Мұндағы қабылдау жылдамдығы интернет арқылы алынатын ақпарат жылдамдығы, ал жіберу жылдамдығы компьютерден интернетке жіберілетін ақпарат жылдамдығы екен. Сонымен бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, бүгінгі сабақта біз сіздермен желінің өткізу қабілетін анықтауды үйрендік. Сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.